Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге қоян формасындағы сосиски в тесте жасап көрсетемін. Кішкентай балаларыңызға өте қызықты болады. Өте жұмсақ. Жасап көріңіздер. Қамырына 2 стакан сүтке қантымызды салып, аштығымызды салып, біраз ұнымызды салып кішкене қойып қоямыз. Одан кейін оның үстіне жұмыртқа, сұйық майды араластырып, қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды қойып қоятын ыдысымыздың жан-жағын сұйық маймен майлап алып, қамырымызды қойып, сонда жан-жағына жабыспайды, жылы жерге қоямыз. Сосискімізді 2-ге бөліп дайындап аламыз. Қамырымыз көтерілген соң, оны бірдей 20 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігімізді осылай ұзыншақ етіп созып, видеода көрсетілгендей сосискиді орналастырамыз. Міне қоянымыз шықты. Тағы бір рет көріп алыңыздар. градус пеште 15-20 минуттай піседі. Пешке байланысты беті қызарғанша пісірсеңіздер болды. Қалауыңыз бойынша 2 көзі мен аузын жасауға болады. Қара бұрышпен салмай қойсаңыздар да болады. Ас болсын.